Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен антибиотиктердің дозасын қалай есептейміз және пробаны қалай жасау керек сабағын түсіндіретін боламыз. Жалпы проба жасаған кезде біз көп жағдайда пробаны антибиотиктерге әртүрлі жаңағыдай местный анестетиктер деп айтамыз, новокаин, лидокаин сынды әртүрлі осындай препараттарға проба жасайтын боламыз. Көп жағдайда антибиотиктер. Енді антибиотиктер деген кезде бізде антибиотиктің түрлері өте көп. Мысалы, олар пенициллиндер тобындағы антибиотиктер, немесе цефалоспориндер тобындағы антибиотиктер болуы мүмкін. Цефалоспориндер тобының өзі біз 5 топқа жіктейміз. Оның ішінде бірінші поколениеге мысалы цефазолин жатса, үшінші поколениесіне цефтриаксон жатады. Егер пациент алғашқы кезде пенициллин алып жүрген болса, мысалы, ампициллин алып жүр деп айтайық, ол енді ол антибиотик действиесін жойды, ол алу керек, бізде цефазолин немесе цефтриаксон алу керек болса, біз ол пациентке міндетті түрде проба жасауымыз керек. Егер пациент мен ампициллин алып келдім, қазір получается мен антибиотик алып жүрмін, маған басқа антибиотик салу керек. Бірақ мен бәрібір антибиотик алып жүрмін ғой. Маған осы антибиотикті сала беріңіз без проба десе де, сіз міндетті түрде проба жасауыңыз керек. Себебі ол басқа поколение, басқа реттағы антибиотик болғаннан кейін оның побочкасы жағдай қандай да бір аллергиялық эффекті болуы мүмкін. Сол үшін де өзіңіздің басыңыздың қауіпсіздігі, пациенттің қауіпсіздігі, егер ол пациент антибиотик алып жүргеннің өзіне де, егер мына антибиотикті организм қабылдамауы мүмкін. Ол кезде сізде аллергия қарапайым түрде болса жақсы ғой. Анафилактикалық шок дамып кететін болса, получается пациент сол жерде сіз пациенттен айырылып қалу қаупі өте жоғары болғандықтан кез келген антибиотикке проба жасау міндетті болып табылады. Алғаш пациент келген кезде алдын сұраңыз, бұрын алып жүрген препаратыңыз ба? Мысалы, пациент болуы мүмкін 3 күн басқа адамнан алды ол антибиотикті, 4-ші күн сізге келіп тұр. Сізге келіп тұрса да сіз сұрауыңыз керек. Сіз мына антибиотикті қашан алып бастадыңыз? Ол айтуы мүмкін, 3 күн бұрын алып бастадым, енді бүгін 4-ші күн сізге келіп тұрмын. Онда без проба сала бересіз, ол понятно. Жалпы біз антибиотиктерді доза есептеген кезде 1:1 және 1:2 қатынасында есептейміз. Ол после проба есептелетін дозалар. Енді пробаны қазір біз тоқталып кетейік. Проба жасаған кезде ең алдымен бізге қажетті заттарды дайындап алуымыз керек. Ол бізге қажетті міндетті түрде ол сіздің салайын деп жатқан антибиотигіңіз қажет болады. Одан кейін бізге қажет натрий, хлор, физрастор ерітінді, кез келген 200 болсын, 100 мл болсын, без разницы ала бересіздер. Одан кейін бізге инсулиновый шприцтер қажет болады. Өзі арнайы инсулиндік шприц деп сұрасаңыздар аптекалардан, олар сіздерге береді. Ол өте жіңішке, сондай ыңғайлы шприц. Одан кейін бізге қажет болады ондық шприцтер, мақта шариктері, стерильный перчатка, одан кейін таза лоток және жағдай қолданған заттарымызды салуға арналған лотоктар қажет болады. Енді мен проба жасаған кезде ешкімге укол салайын деп жатқаным жоқ. Бұл жерде ең басты қолымды 7 этап бойынша жуып алдым. Перчатканы қолданбаймын, бірақ жалпы қажетті заттар сізге айтып кетіп жатырмын. Енді өмірде адамға проба жасайын деп дайындалып жатсаңыз, міндетті түрде перчатканы киіп, өз қауіпсіздігіңіз және пациенттің қауіпсіздігін ойлағандарыңыз дұрыс. Ендеше бастайық, қараңыздар. Бірінші физрастворды аласыздар, атын дұрыс оқисыздар, жарамдылық мерзімін қарайсыздар, міндетті түрде ол. Мынаны ашып аласыздар. Ашып алғаннан кейін бұл жерде мақта шаригімен тазалауларыңыз қажет болады. Кішкентай мақта шаригін алып, оны спиртке малып аласыздар. Спиртке малып алып, жақсылап сүртіп тазалап аласыздар. Вот дайын. Одан кейін антибиотикті аласыздар. Антибиотиктің жарамдылық мерзімін, атын, дозасын қарайсыздар. Дозасы бұл жерде бізде 1 грамм. 1 грамм дегеніміз 1000 миллиграммға тең, 1000 миллиграмм миллион единицаға тең. Енді оны да жағдай пинцет болса пинцетпен ашыңыздар, менде ашық дайын тұр, аша салайын осылай. Пинцетпен ашасыздар, одан соң оның жаңа несін тоже мақтамен тазалап аласыздар. Енді мен әже бір мақта қолданып отырмын видео үшін. Так сіздер өмірде мынаған бөлек мақта қолданасыздар. Осылай тазалап аласыздар. Жаңағыдай А-классқа жасайсыздар, оны ешқандай қан тиген жоқ бізде. Келесі біз ондық шприцімізді аламыз. Ондық шприцімізді аламыз, срок годностьін қараймыз, жарамдылық мерзімін, бүтіндігін бәрін тексеріп, ашатын жері бар, өзінің сол жерден ашып аласыздар. Ашып аласыздар да, мынаған физрастворымызға кіргізіп, физраствордан осы ондықты түгелдей толтырып тартып аласыздар.
ондықты толтырдық. Одан соң мынаған жайлап кіргізесіздер. Кіргізіп жатқан кезде абай болыңыздар. Кейбір антибиотиктер болады, мына шприцтарыңыз атып кететін жағдайлар бар, до конца бармай қалады да. Сол кезде мына жерін ұстап тұрыңыздар, чтобы шприцтарыңыз атып кетпес үшін. Мысалы, мынаның өзінде қиындықпен кіріп жатыр. Жайлап шприцті артқа тартып, мынаның барлығын жібересіздер. Барлығын жіберіп болғаннан кейін антибиотикті түгел араластырасыздар. Мынаны енді осылай тұрып араластырсаңыз да болады, немесе мынаны былай алып тастап, мына тек инеден басып осылай араластырсаңыздар да болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай араластырасыздар. Мына жерде ешқандай жады порошок дейтін қалмау керек. Түгелге араластыруларыңыз керек. Мөлдір сұйықтық болғанға дейін араластырасыздар. Қарап алыңыздар, ешқандай ештеңе қалған жоқ, жақсылап араластырдық бәрін. Осылай жақсылап араласу керек. Бұны араластырып болғаннан кейін, енді біз бұны инсулиндік шприцпен тартып алатын боламыз. Осы жерде қараңыздар достар, бұл заттардың барлығы, мысалы, медицина студенттеріне арналған бұл видеолар. Бұл видео жады үйде біреуге проба жаса, немесе үйде антибиотик сал дейтін андай бір сіздерге нұсқаулық емес. Бұл медицина оқитын студенттер кейде болады, біз дәрігер, мысалы, дәрігерлікке оқып жатқан студенттер, олар дәрігер болғаннан кейін ондай процедуралармен көп айналаспайды да. За это бізге каждый, мысалы, проба жасауды бүйтіп көрсетіп отырмай, каждый студент для себя үйреніп алады. Потому что сен дәрігер болсаң да, міндетті түрде проба жасауды білу керексің, укол салуды білу керексің, Сол үшін мен сондай білмейтін, пока практикаға көп шықпаған студенттер үшін бұл видео түсіріліп жатыр, үйретіліп жатыр, Бұның барлығы біздің жабық аккаунттарда көрсетіледі, Сондықтан да бұл заттардың бәрін үйде жасамауларыңызды сұраймын, потому что үйде жасаған кезде сіз медициналық образованияңыз жоқ болып, қандай да бір пациентке дұрыс жасамауыңыз мүмкін, проба жасаған өзінің тамырына түсіп кететін шығарсыз, может, негізі оны дәл айтамыз қалай жасалу керек екен, бірақ сонда да өзің мед образованияң жоқ болса, сенің жасамағаның дұрысырақ. Енді осы жерде медицинада оқып жүрген студенттер болса, қыздар, жігіттер, которые осындай қарапайым процедураларды, қарапайым емес, негізінен сложный деп айтсақ болады. Обычно жалпы практикада жоқ, проба жасап білмейтін, укол салып білмейтін, әртүрлі осложнениелермен қалай емдеу керек, қалай жазу керек, неге осложнение болады, жіңішке тамырға қалай саламыз деген сияқты әртүрлі сұрақтарыңыз болуы мүмкін, Сондай сұрақтарыңыз болса, осындай подробности видеоларды көргіңіз келсе, мынау менің Мейірбике өзімнің курсымды ұсынатын едім сіздерге. Бұл біздің Мейірбике курс, бағасын енді жекеге шығып біліңіздер. Бұл жерде өте пайдалы ақпараттар айтылады сіздерге. Өте пайдалы ақпараттар. Бұл жерде мысалы қараңыздар. Бізден андай қосымша кітаптар, анализ талдау, витаминдер, Мейірбике авторлық кітапшасы барлығы беріледі. Еще жеке кәдімгі адамдарға, прям адамға салып үйретілген видео сабақтар бар да. Мысалы, кейбір пациенттерде абсцесс болып кетеді, бұлшық етіне укол салғаннан кейін. Абсцесс болған пациентке укол салуға болады ма, болса қалай салу керек, олардың емі қандай деген сияқты. Мысалы, мына жерде инсулиндік шприцтермен қалай укол салу керек, қай антибиотикті қалай салсақ болады, қай антибиотиктен қандай осложнение болады, оның қандай ерекшелігі бар, системаны қалай қою керек деген сияқты барлық ақпараттар түгел жазылған. Мысалы, мен мына қазір түсіріп жатқан видеомның өзін осы каналға салатын болам. Бұл каналымызға жазылып, жалпы өзіңізге пайдалы білімді алып шыға аласыздар. Одан кейін, егер жоқ бұл мысалы курстың бағасы сіздерге қалталарыңыз көтермейтін болса, мысалы менің мына авторлық кітапшам бар, Мейірбике дейтін. Бұл кітапшаны да алсаңыздар болады, достар. Бұл кітапшаның электронды вариантын қазір енді наурыз айына тағап қалдық, біз наурызға орай скидка жасаған болатынбыз, 990 теңге электронды варианты. Енді алдағы уақытта бізден енді офлайн вариантын сұрап жатыр адамдар. Әртүрлі қалаларға доставкамен жіберетін боламыз. Ол кезде бұның бағасы уже жоғары болады, примерно 4990 теңгедей болады бұл кітапшаның өзі. Ал бұл кітапшамен қосында курсты алсаңыздар, онда сіздерге скидка барлығы жасалынатын болады. Енді бұның ішінде не бар дейтін болсаңыз, жаңа мен осы айтып отқан тақырыбым, пробаны қалай жасау керек, қалай укол дұрыс салыну керек, қандай осложнениелер бар, қандай алғашқы көмек көрсету керек, соның барлығы жалпы өте қажетті ақпараттардың барлығы бар. Осы кітапты сіздерге алуға кеңес беремін.
Енді өзіңіз оқып үйренем дейтін болсаңыз өте жақсы, сіздің көмекші кітапшаңыз деп айта аламын. Жақсы, енді жалғастырайық. Енді біз қай жерге келдік? Біз осы нені, мысалы мына жерде слайд түрінде сіздерге осы неде бар, каналдың ішінде бар. Бұны только каналға тіркелгендер ғана ала алады. Енді инсулиндік шприцті аламыз. Инсулиндік шприцтің бүтіндігін тексересіздер, жарамдылық мерзімін қарайсыздар, оны да жайлап ашып аласыздар. Мына инесін лотокқа сала тұрыңыз. Одан кейін біз бұл жерден тартып алуымыз керек болады 0,1 антибиотикті. 0,1 антибиотик. 0,1 антибиотикті тартып алдық. Одан кейін енді ол 0,1 антибиотик тартып алдық қой. Инсулиннің шприці өзі 1 мл болады. 1 мл. Енді біз оны 1 мл-ге дейін кері физраствор тартып аламыз. 1 мл-ге толтырып физраствор кері тартасыздар. Міне 1 мл, шприцтің өзі 1 мл. Тартып алдыңыздар. Одан кейін енді бұны кері 0,1 болғанға дейін шығарып тастайсыздар. Мақта шаригін аласыздар. Осы мақта шаригіне түгелдей шығарып тастайсыздар. Все. 0,1 болды. Енді біздің мына шприц керек емес, мына ондықтың басы керек емес. Мына біздің инсулин шприцті басын қайта кіргізесіздер. Неге инсулиндік шприцті қолданамыз? Инсулиндік шприц бізге өте ыңғайлы, себебі бұл жерден есептей аласыңда 0,1 қайсы, 1 мл қайсы. Ал сізді екілік шприцтерді алатын болсаңыздар, ол екілік шприцтердің өзі кішкене ыңғайсызда, ішінде дым қалмайды, антибиотик тартып алған кезде, шығарып жатқан кезде. Ал мына жерде бәрі ясно, видно да көрініп тұр. Тері ішіне салған кезде де бәрі көрініп тұрады. Енді бұны қалай саласыздар? Мұны инесінің өзі құттақандай, тері ішіне саламыз ол біз. Тері ішіне салған кезде өте ауыртпайды, ешқандай қанда шықпайды, өте жақсы қолданысқа арналған ине. Бұл дайын, біздің таза лотокқа саласыздар. Мақта шаригін дайындайсыздар, 3 мақта шаригін немесе 2 мақта шаригін, жалпай мақта сүртесіздер, одан кейін салатын жерін сүртесіздер, одан соң пробаны жасайсыздар. Енді проба қалай жасалуы керек? Пробаны қалай жасайсыздар деген кезде, міне мына жерде фотомен көрсетемін, потому что мен салатын адам жоқ қазір қасымда. Міне пробаны қай жерге жасайтынын өзімнен көрсетейін. Қараңыздар, мысалы мынау менің шынтағым, мынау шынтақ, тамыр орналасады бұл жерде. Мынау білезік, осы екі аралықты аласыздар. Мынадан 4 сантиметрде түсесіздер, мынадан 4 сантиметрде, потом мына осы аралыққа проба жасалынады. Проба жасаған кезде адамның қолын бұлай қысып ұстайсыздар. Бұл тамыр емес, достар, ешқандай тамыр емес. Тері ішіне тартып ұстайсыздар. Екінші қолыңызбен инсулиндік шприцті ұстайсыздар. Енді қалай салуды көрсетейін. Міне мына жерде көрініп тұр. Осындай тек қана кішкене точка пайда болу керек сіздерде. Мына жерде менде ештеңе жоқ екен. Мысалы мақтан алайық. Мақтан былай ұстап тұрасың адамның қолын, жаңағы жерін. Инен басын жоғары қаратасың. Мынаны канюласын ұстайсың, қалғандар бошында тұрады. 15 градуста саласыздар. 15 градуста ұшын кіргіздік. Мына қолды жібересіз, потом ішіндегі сұйықтығымызды ішіне қарай жібересіз. Осылай ішіне қарай жіберген кезде сіздерде осындай пузырек деп айтылады, орысшасында пузырек деп жазып қойған. Енді мен қазақшаның керім айтпай қойайын. Жалпы сіздер көріп тұрғандай төмпешік пайда болады, кішкентай 5 мл дейді. Оны біз айтамыз медицина тілінде лимонный корочка деп айтамыз. Лимонный корочка деп айтамыз. Ол енді результатты қалай бағалайсыздар? Осылай жасап болғаннан кейін міндетті түрде 15-20 минут күтесіздер. По протоколу 20 минут дейді, енді 10 минут пен 20 минуттың арасы деп алатын болсақ, это нормально. Осы аралықта күтесіздер. Осы аралықта күткеннен кейін
пациентте қарайсыздар. Мысалы жаңағы салған жеріңіз дәл солай тұрса, это нормально. Немесе құттай қызарған болса да, ол ничего страшный негізі. Кәдімгідей қызарып, ол жер отекать етіп, қандай да бір точкалер, әртүрлі аллергический реакциялар байқалатын болса, скорее всего пациентте ол препаратқа аллергия бар дегенді білдіреді. Егер онда ешқандай да аллергиялық процесс байқалмайтын болса, онда пациентке бұл антибиотикті сала беруге болады дегенді білдіреді. Енді проба жасаған жеріңізге ешқандай қан шықпау керек та. Қан шықпау үшін осындай біз кішкентай неме саламыз. Одан кейін ол жерге мақтаны басып қоюға болмайды. Мақтаны басып қойып, еще оның үстінен басып отыратын болса, скорее всего ол жерде сен байқамай қаласың. Ол пациентке аллергия берді ма, немесе мақтаны басып тұрған кезде қызарып қалды ма, не болды деген сияқты. Негізі біз проба жасағаннан кейін ешқандай мақта қоймаймыз, сол кезде анық явный реакцияны көре аламыз. Негізі бұл пробаны қай жастан бастап жасайды? Кез келген жастан жасайды. Негізі кішкентай балаларға да қолына жасаймыз, ересек адамдарға да қолына жасаймыз. Бірақ анда даталық кішкентай новорожденныйлар болып жатса, оны скорее всего жаңағыдай бұлшықетіне жасауға болады деп айтылады. Бірақ ол сізде қатты байқата қоймауы мүмкін, чем мына жерге қарағанда да. Сол үшін бұлшықетке емес, лучше осы қолына пробаны жасағандарыңыз дұрыс. Так, енді қараңыздар. Жалпы проба жасап болғаннан кейін бізде айтып кеттік, отрицательный болуы мүмкін результаттарыңыз, немесе положительный болуы мүмкін. Отрицательный ол жаңағыдай біз 15-20 минут бағалағаннан кейін ол жерде ешқандай реакция жоқ, онда ол сіздердің реакцияларыңыз отрицательный. Ал если ол жерде 0,5 сантиметрдей қандай да бір, онда ол сіздікі жаңағыдай не болады, результаттарыңыз положительный болады, плюс деген сияқты положительный результат болады. Онда жағдайда біз ол антибиотикті енгізбейміз, басқа антибиотиктер тексеріп қарайтын боламыз. Енді, хорошо. Осы жерден біз пробамыздың видео сабағын бітірейік. Келесі видео сабақ бізде енді проба жасап болғаннан кейін ешқандай да бізде жағдай асқыну болған жоқ деге қалай. Біздің пробамыз отрицательный болды. Бізге жақсы результат көрсетіп берді. Ешқандай аллергия жоқ ол адамда. Енді дальше не істеу керек? Біз мына дайындап қойған антибиотигімізді қалай саламыз деген сұрақ, қараңыздар. Бұл жерде пациентке рецептінде жазылып тұрған болуы мүмкін, бұл тифазолин внутримышечно 2 раза в день деген сияқты да. Онда жағдайда енді сіз мынаны